There is, there are, some, and any affirmative and negative грамматикалық тақырып болады бүгін. There is, there are бар деген мағынаны білдіреді. There is жекеше түрде, there are көпше түрде қолданамыз. Және де бірнеше деген мағынаны білдіреді. Some, any. Some болымды сөйлемде қолданамыз. Anyді сұраулы және негативті сөйлемдерде қолданамыз. Бірінші жаттығуда астындағы аффирматив, негатив, яғни болымды, болымсыз сөйлемдер берілген жекеше көпше түрде мысалдармен соны оқи отырып, астындағы ережені some, anyдің грамматикалық ереже бойынша дұрысы қайсы болады, солмен толықтыру керек. Бірінші кесте. Болымды сөйлем жекеше түрін оқысақ. There is a park. Парк бар. There is an interesting shop. Қызықты магазин бар. Plural. Көпше түрі. There are 2 restaurants. 2 ресторан бар. There are some museums. Бірнеше музей бар. Келесі негативті формасына көшсек, жекеше түрі. There isn't a park. Парк жоқ. Plural. Көпше түрі. There aren't any shops. Ешқандай магазин жоқ. Енді ережені толықтыратын болсақ, in plural sentence we use some in the affirmative. Көпше түріндегі сөйлемдерде біз some'ды қолданамыз, яғни болымды сөйлемдерде. We use any in negative sentences. Яғни any'ді болымсыз сөйлемдерде қолданамыз дейді. Екінші жаттығуда сөйлемдерді дұрыстауымыз керек болады. Яғни көк түспен берілген сөздерді, яғни some ба, any ма қате берілген бізде are ма, is ба ауыстыруымыз керек болады. In Hollywood Island, there aren't any discos. 2. There are some interesting places near the village. 3. There isn't an Armani shop. 4. There is a small shop. 5. There are 100 people in the village. 6. There aren't any famous people. Үшінші жаттығуда астында кестеде Англиядағы Лондон деген жер туралы мәлімет берген, және де екінші кестеде, яғни оңтүстік тынық мұхитындағы аралдағы Лондон жері туралы мәлімет берілген. Осы мәліметтерді қолдана отырып, some, any және де сандарды қолдана отырып, there is, there-аны қолданып, осы сөйлем құрау керек болады. Бірінші, Англиядағы Лондон туралы айтатын болсақ, there are 7 million people in London. There are some museums in London. There are 4 airports in London. There aren't any long houses. Аралдағы Лондонда айтатын болсақ, there are 1000 people in London. There is a hotel. And there aren't any cinemas. There are some shops in London. Төртінші жаттығуда суретке қарай отырып, there is, there are, and some, any'ді қолдана отырып, және де бокстың ішіндегі сөздерді қолданып сөйлем құрау керек болады. There are some women. There is a street. There aren't any houses. There is a baby. There are some children. There is a cinema. There are some shops. There is a museum. There is a restaurant. There is a park. There is an airport. Бесінші жаттығуда астында кестені бокстың ішіндегі сөздерді қолдана отырып толықтыру қажет болады. Яғни өзіміздің қалашығымыздағы жақсы тұстар мен жаман тұстарын, яғни there is, there-аны қолдана отырып сөйлемдер құрап шығамыз. Бұл жерде бокстың ішіндегі сөздердің аудармаларын жазып қойдым. Әр оқушының тұратын жеріне байланысты әртүрлі болуы мүмкін. Сол себепті жай ғана мысал ретінде көрсетемін. Әркім өзінің туған жерінде қандай жерлер бар, жоқ жаза кетеді. Мысалы, жақсы жағы there aren't any noisy streets. Бізде ешқандай шулы көше жоқ, және there is a quiet park. Жақсы тұсы бізде тыныш саябақ бар. Bad жаман жағы there isn't an airport. Жаман тұсы ол аэропорт жоқ, және де there aren't any big shops, және де үлкен магазиндер жоқ. Видео сізге пайдалы болса, тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыз.